жетінші сынып физика кронгурт кітабынан 80-ші беттегі жаттығудың 10 есебін талқылайтын боламыз. Бізде бірінші есеп графикті пайдаланып серіппенің қатаңдығын анықтаңдар дейді. Енді мына жерді пайдалансаңыздар 10, мына жер 12, мына жер 16. Яғни оның бастапқы ұзындығы 12, соңғы ұзындығы 16. Және де оған 10 ньютон күш әсер етеді. Енді біз оның қатаңдығын табу үшін К тең болады F-ті дельта X-ға бөлеміз. Енді F дельта X деп отқанымыз ол L минус L нолевой. Сонда бізде F дегеніміз 10, L деп отқан 16, 10 минус 3, азайту 12, 10 минус 3. Сонда ол тең болады 10, 16-тан 12-ні азайтсаңдар 4, 10 минус 3 дәрежесі, 10-ды 4-ке бөлсеңдер 2-де 5 көбейту 10-3 дәрежесі ньютон бөлінген метр болады жауабы. Келесі есеп. Қатаңдығы 1 кило ньютон бөлінген метр серіппе қандай күштің әсерінен 4 сантиметрге сығылады дейді. Енді 1 кило дегеніміз ол кило 10-3, мына жерге жазып қойдым. 4 сантиметр, сантиметр метрге айналу үшін 10-ның минус 2 көбейтеміз. Ал енді F күшті табу үшін К-ны көбейтем дельта X-қа. Енді бұл жерде 1 көбейту 10-ның 3, дельта X деп отқан 4, 10-ның минус 2. Значит, 4 көбейту 10 болады. Сол кезде ньютон немесе бұны 40 ньютон дейсіздер. 3 ньютон күштің әсерінен 6 сантиметрге созылған серіппенің қатаңдығын табыңдар дейді. Қатаңдық табу үшін біз F-ті дельта X-қа бөлеміз. Сонда F деп отқан менде 3, дельта X деп отқаным 6, 10-ның минус 2. 3-ті 6-ға бөлсеңдер 0-де 5 көбейту 10-ның 2, немесе бұл деген сөз 50 ньютон бөлінген метр болады қатаңдығы. Келесі есеп. Егер массасы 10 кг жүк серіппені 10 см-ге созса, онда серіппенің қатаңдығы қандай болған дейді. Қатаңдықты табу үшін біз F-ті дельта X-қа бөлеміз. Сонда F-міз бізде ол mg болып кетеді, мынау дельта X болады. 10 көбейту 10 бөлінген 0-де 1. Яғни 100-ді 0-де 1-ге бөлесіздер, 1000 ньютон бөлінген метр болады жауап. Келесі есеп. Қатаңдығы 1,2 килоньютон бөлінген метр серіппені 20 сантиметрге созу үшін қандай жүк ілу керек дейді. Енді бұны табу үшін біз массаны табу үшін M тең болады K дельта X бөлінген G деген форманы қолданасыздар. K-мыз бізде 1,2, 10-ның 3 дәрежесі, дельта X деп отқанымыз 0-де 2 бөлінген G деген тұрақты, ол 10-ға тең. Енді қараңыздар, 1-де 2-ні көбейтем 0-де 2-ке. Ол 0-де 24, 0-де 24-ті бөлем 10-ға. Ол 0,100-ден 24, 0,24 көбейту 10-ның 3 дәрежесі, немесе 24 килограмм. Келесі. Берілген массасы 3 килограмм жүк серіппені 4 см-ге созады. Серіппені тағы да 8 см-ге созатын жүктің массасы қандай болу керек дейді. Ең бірінші біз К1-ді тауу керекпіз. Серіппенің қатаңдығын. Ең бірінші біз серіппенің қатаңдығын табамыз. К тең болады, ол M1G бөлінген дельта X1 болады. Значит, M1 деп отқаным 3 көбейтілген G тұрақты 10-ға тең, дельта X деп отқаным 4, 10-ның минус 2 болады. Сонда 7-де 5 көбейту 10-ның 2 дәрежесі ньютон бөлу метр. Ал енді M2-ні табу үшін ол бізде K дельта X2 бөлінген G болады. Сонда K деп отқаным 7-де 5, 10-ның 2-ні көбейтемін, дельта X2 8, 10-ның минус 2-ке, 10-ны бөлемін 10-ға. Бұл деген сөз мынау екеуі қысқарады, 6 килограмм. 6 килограмм бізде жауабы болады. Келесі есеп. Серіппеге динамометр көмегімен массасы 2 килограмм жүкті бір қалыпты көтергендегі динамометр серіппесінің ұзару модулі неге тең? Серіппенің қатаңдығын беріпті. Енді біз ұзару модулін табу үшін дельта X ол тең болады mg бөлінген серіппенің қатаңдығына.
массасы 2, көбейтемін оны 10-ға, бөлемін 1000-ға. 0,102 метр болады. Келесі. Қатаңдығы 300 ньютон бөлінген метр серіппені 50 миллиметрге ұзарды. Бұл деформация тудыруға қабілетті жүктің массасы қандай болады дейді. Бұл деген сөз массаны табу үшін К дельта X-ті бөлесіңдер G-ға. Значит, К деп отқандарың ол сендерде 300-ді көбейтесіңдер дельта X 50 оның минус 3-ке бөлесіңдер оны 10-ға. Енді 50 мен мына жерде 10 қысқарады. Сонда мынау 5 болып кетеді. 5-ті 300-ге көбейтсеңдер 1500 көбейту 10-ның минус 3 немесе 1,5 килограмм жүктің массасы. Келесі есеп. Егер серіппеге массасы 3 килограмм жүк ілсек, ол 1,5 сантиметрге созылады. Егер оған тағы массасы 4 килограмм жүк ілсек, серіппенің ұзаруы қандай болады дейді. Бірінші жағдай былай болады. Екі теңдеулер жүйесін аламыз. M1G ол К дельта X1 болады. Ал екінші жағдайда оған тағы да M1 плюс M2G бұл К дельта X2. Осы дельта X2-ні табу керек. Ол үшін маған бірінші К керек болады. Серіппенің қатаңдығы ол M1G-ді бөлемін дельта X1-ге. Бұл деген сөз M1 3, G 10-ға тең, дельта X1 1,5, 10-ның минус 2 болады. Себебі сантиметр метрге айналдырдым. Келесі есеп. Егер серіппеге массасы 3 кг жүгілсек, ол 1,5 сантиметрге созылады. Егер оған тағы да массасы 4 кг жүгілсек, серіппенің ұзаруы қандай болады? Бұл есепті былай шығарамыз. Теңдеулер жүйесін құрамыз. Бірінші жағдай M1G К дельта X1 болады. Ал екінші жағдай масса 1 қосу масса 2 көбейтілген G тең болады К дельта X2. Бізге осы дельта X2 керек. Бірінші мен К-ны тауып аламын мына арқылы. К тең болады M1G бөлінген дельта X1. Бұл деген сөз 3-ті көбейтем 10-ға бөлемін 1,5, 10-ның минус 2-ге. Енді мына жерде 3-ті 1,5-ге бөлсеңдер 2 болады. 2-ні көбейтесіздер 10-ға ол 20, 10-ның 2 дәрежесі болады. Немесе ол деген сөз 2000 ньютон бөлу метр. Серіппенің қатаңын таптық. Енді мен мынау дельта X2-ні табу үшін масса 1 қосу масса 2G бөлінген К. Енді масса 1 мен масса 2-ның қосындысы 3 қосылған 4. G-ді көбейтем ол 10. К деп отқаным 2000. 3-ке қосасында 4-ті 7. 70-ті бөлесіндер 2000-ға. 0,035 метр болады. Жауабы мынау. Келесі есеп. Серіппеге массасы 20 кг жүгілгенде серіппенің ұзындығы 12 см болады. Егер массасы 50 кг жүгілсек, онда серіппенің ұзару 15 см көрсетеді. Серіппенің бастапқы ұзындығы қандай дейді? Бірінші ол бізде M1G тең болады KL1 минус L0. Келесі M2G тең болады KL2 минус L0. Енді осы жерден бізде К-ларды табатын болсақ, К тең болады M1G L минус L0. Екінші К-мыз бізде M2G L2 минус L0.
Енді екеуін бір-біріне теңестіреміз. Сонда m1g тең болады l1 минус l нолевойға, m2g тең болады l2 минус l нолевойға. G мен G кетеді. Сонда біздегі формула, l нолевойдың формуласы ол m1 l2 минус m2 l1 астында m1 минус m2. Осыларға қоямыз. Сол кезде бізде шығады m1 20, l2 15, 10 минус 2 азайту m2 ол бізде 50, l1 ол бізде 12, 10 минус 2 бөлінген m1 минус m2 ол деген сөз 30. Жауап 10 көбейту 10 минус 2 дәрежесі болады. Немесе 0,1 метр деген сөз. Осымен есеп аяқталды.